Баршаңызға сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Әр үйде болуы тиіс емдік шөптерді біле жүріңіз. Райхан. Хош иісті бұл шөпті классикалық капресс салатын, песто тұздығын және басқа да көптеген дәмді тағамдарды дайындау кезінде қолданады. Шопар аңқыған иісі мен ерекше дәмі тағамды түрлендірумен қатар тәбет ашатындай тәтті етеді. Ал ем ретінде қолданған кезде физикалық және жүйке жүйесіне түскен салмақты жеңілдетеді. Ағза мен тінді ластанудан қорғайды. Токсиндер мен улы заттардан тазалайды. Тамағына, салатына үнемі райхан қосатындар қант диабеті ауруына шалдықпайды. Әрі қан қысымы қалыпты жүреді. Ал егер осы шөпті шайыңызға қосып ішетін болсаңыз, есте сақтау қабілетіңіз нығайып, алаңдаушылық сезімі азаяды. Жалбыз. Сіздің басыңыз, буыныңыз ауырып етеккір келген кезде жер жастанып жатып қалсаңыз, онда жалбыз қосылған шай ішіңіз. Антисептикалық қасиеттерге ие жалбыз ертіндісі ауыз қуысын сергітіп қана қоймайды. Сонымен қатар тіс пен қызыл иектің ауруларының алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ іштің ауруы мен шаншуын да керемет басады. Тіпті жүйке жүйесінің де мәселесін шешіп, жүрегіңізді тыныштандырады. Егер қатты ашуланып, бойыңызды ыза кернесе, онда жалбыз қосылған ваннаға түсіңіз. Сол заматта ақ тамаша нәтижесін байқайтын боласыз. Сәлбен. Бұл өсімдіктің биологиялық құрамы көптеген ауруларға ем болады. Нақтырақ айтқанда қызыл иектің және тамақтың қабынуын емдейді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Ішектерді ынталандырады және иммунитетті жақсартады. Ол үшін сәлбен қайнатпасын ішу керек. Көптеген әйелдер бет терісі мен шаш күтімі үшін де сәлбен қайнатпасын пайдаланады. Гүлшетен. Жеңіл қылқан жапырақты хош иісімен танымал гүлшетен өсімдігі көптеген аурулармен күресуге қабілетті. Егер гүлшетен қайнатпасына мақтаны малып кез келген жараға, көгерген денеге таңсаңыз, ізі де қалмай тез жазылады. Сонымен қатар саңырауқұлақ инфекцияларына қарсы көмектеседі. Жаңа піскен немесе кептірілген гүлшетен жапырақтарын үнемі тұтынатын болсаңыз, тамыр қабырғаларын нығайтуға, иммунитетті көтеруге, тіндердегі қан айналымы мен микроайналым арнасын жақсартуға көмектеседі. Ақжелкен. Ең қолжетімді өсімдіктердің бірі болып табылатын ақжелкен бронх өкпе, бауыр ұйқы безі ауруларына ем болады. Оған қоса несеп жыныс жүйесінің қызметін қалпына келтіреді. Беттегі қара дақты ағартып, сепкілді кетіруге көмектеседі. Руккола. Жеңіл салаттар дайындайтын дәмді өсімдік. Калориясы аз, сәйкесінше талшыққа өте бай руккола ішек жұмысын жақсартады. Ағзаны қуаттандырады, әрі аштықты сездірмейді. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтуға, жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Терінің, шаштың және тырнақтың жағдайын жақсартады. Аскөк. Тағамға ерекше дәм мен өсімдік беретін аскөк жаңа туған нәрестелердің іші желденген кезде таптырмайтын ем болады. Өсімдіктің ішек жұмысын қалпына келтіретін, ана сүтін көбейтетін қасиеті бар. Сонымен қатар тыныс алу және несеп жыныс жүйесінің қызметін жақсартып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қолдану ережесін сақтаңыз. Табиғи шөптер көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Бірақ олардың биологиялық белсенділігі жоғары болғандықтан, оларды мөлшермен ғана қолдану керек. Әсіресе жүкті әйелдер, қарт адамдар, балалар және аллергиямен ауыратындар өнімдерге өте сақ болғаны абзал. Достар, видео пайдалы болса, YouTube арнама тіркеліп, астына пікір жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.